кеше мен жиналыстан бері Айгүл Балабаевна айттым ғой ана проектларын, жалпы республикада өзі қандай да жақсы жұмыстар жүріп жатса, соның бәрінің негізі іргетасы аманаттың жобаларынан шығып жатыр. Қазір мына біздің ішкі істер бөлімінде айлық жүріп жатыр екен. ОПМ деп айтылады, жаңағы жағдайы төмен, қалай айтсақ болады екен, қолайсыз отбасылары бар ғой, солардың ішіндегі зорлық-зомбылықтардың алдын алу, ер азаматтар жұбайларын ұрып жатады, бала шағасына күн көрсетпей қуып жатады, сондайлар көп қой. Сондай дүниенің алдын алу мақсатында міне біз ішкі істермен бірлесіп осы бақытты отбасы жобасы аясында біраз жұмыстар жасауымыз керек. Бүгінгі күнгі осы тақырыпты талқылау мақсатында бұл бүгінгі осы отырыспен ғана тоқталып қалмайды.